Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Осылай үй жағдайында рамен жасап көреміз. Жай ғана 5 минутқа қайнаған су құйып қалдырғаннан гөрі осылай қайнатып ішкен өте тиімді әрі дәмді болады. Жан раменнің несін таңдадым мен түрін. 2 жұмыртқа, сыр, ет қажет болады. Міне осындай ыдысымыздағы қамырымызды қайнатуға арналған ыдысымызға осылай кастрөлімізге саламыз. Сосын приправаларымызды салып, оның үстінен қайнаған суымызды құйып, газға 1-20 минутқа қайнатып алатын боламыз. Осы қамыры кішкене батыңқырағанша осылай қойып қоямыз. Міне осылай кішкене тұрғаннан кейін қамырлары әдемі болып ажырайды. Мен 20 минут қайнатып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр уже піскен осы жерде, және де сырымызды осылай бетіне қоямыз, ерігенше кішкене ұстай тұрамыз. Міне мен қайнатудан алдым, раменім почти дайын болды. Осыны сіз тұмауратсаңыз, тамағыңыз кішкене ауырыңқырап, жөтел қысып тұрса, кішкене температура беріп жатса, осыны ыстықта етіп, әсіресе ащы түрін алсаңыздар, өте керемет көмектеседі. Ішкеннен кейін, бір терлеп алғаннан кейін тұмауды ұмытып кетесіздер. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Міне көкпен әсемдеп, сіздерде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Маған тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Сіздермен Ақерке Қасым, менімен бірге болыңыздар. Және де тағы да басқаша ерекше рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Сау болыңыздар. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.